Күндердің бір жайма-шуақ күнінде ата-анасы жұмысқа кеткен соң үйде Айша мен Айдос ғана қалған. Анасы оларды үйде жалғыз қалдырып, қауіпсіздік ережелерін есте сақтауды ескертеді. Бірақ балалар ойнап жүріп, ережелерді ұмытып кетеді. Олардың көңілін аударып, сиқырлы үй заттары сөйлей бастайды. Айдос дымқыл қолымен розеткаға жақындаған кезде: «Тоқта, Айдос! Электр қуатымен дұрыс жұмыс істемесең, жарақат алуы мүмкін. Мен өте қауіптімін. Мен тек телефонды зарядтамақ болдым. Есіңде болсын, розеткаға дымқыл қолмен немесе өткір заттармен тиіспе. Саусағыңды тықсаң, электр тоғы соғуы мүмкін. Мен сені қорғауым келді». «Рахмет, тоқ, мен енді олай істемеймін». Бір кезде Айша газ плитасын қоспақ болады, бірақ ол өшірілмей қалады. «Абайла, Айша, мен ас дайындауға арналғанмын, бірақ егер мені дұрыс пайдаланбасаң, газдан уланып қалуы мүмкін. Мен байқамай қосып қойдым, енді не істеймін?» Газдың иісін сезсең, оны дереу өшіріп, терезені ашып, үлкендерді шақыр. Газ иісі шыққанда отты тұтатпа, әйтпесе өрт шығуы мүмкін. «Жарайды, плита. Енді әрқашан газды тексеріп отырамын». Айдос үтікті алып, киімін үтіктеуге кіріседі. «Ей балақай, мен сенімен ойнауға арналмағанмын. Мен саған қауіптімін. Егер мені қосып қараусыз қалдырсаң, өзіңді күйдіріп алуы мүмкін». «Мен киім үтіктегім келді». «Мені тек үлкендер қолданады. Үтікті қолданған соң, міндетті түрінде розеткадан суыру керек. Әйтпесе өрт болуы мүмкін». «Кешір, үтік. Енді мен мұқият боламын». «Жарайсыңдар балалар, қауіпсіздік ережесін сақтаңдар». «Не деген қызықты витамин?» «Сәлем, балақай. Менде көптеген дәрілер бар, бірақ оларды тек ересектердің рұқсатымен ғана пайдалануым керек». «Мен жай ғана қарайын деп едім». «Дәрілерді рұқсатсыз ішуге болмайды. Әйтпесе дәріге уланып, денсаулығыңа зиян келуі мүмкін». «Сиқырлы заттар, сіздерге үлкен рахмет. Біз енді тәртіпті сақтаймыз». Балалар, қауіпсіздік ережесін сақтау өз өміріміз бен денсаулығымызды қорғаудың ең маңызды жолы. Жолда, мектепте, үйде немесе көшеде болсын, әрқашан абай болыңдар. Сендерге берер кеңесім: электр құралдарын тек құрғақ қолмен қолдан. Газ иісі шықса, дереу терезені ашып, газды өшір. Үтікті өз бетінше қолданба. Егер пайдалансаң, міндетті түрде өшір. Дәрілерді тек ересектердің рұқсатымен ғана қолдан. Ешқашан бөтен адамға есік ашпа. Құрамында химиялық заттары бар сұйықтықтармен ойнама. Биіктіктен құлап кетуден сақтан. Төтенше жағдайда 101, 102, 103 нөмірлеріне хабарлас. Өзіңді және айналаңдағы адамдарды қорғау үшін ережелерді әрдайым есте сақта. Есіңде болсын, қауіпсіздік ең басты құндылық.